сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып кезекте .kz сайтына қалай тіркелу және кіру жолы. Ең бірінші біз Google'ге кезекте .kz деп жазамыз. Бірінші болып шығады, немесе үшінші қатарда тұрады. Соны таңдаймыз. Мінекей, кезекте деген орысша шығып тұр. Егер қазақша ауыстырамыз десеңіз, онда бастапқы жоғары бетіне өтесіз. Каз дегенді тауып аласыз. Мінекей қазақ тіліне ауысты. Енді бір шолу жасайық. Ошақ, яғни көп пәтерлі үйдің меншік иелері қауымдастығын немесе жай серіктестік құруға және басқаруға дауыс беру бойынша ақпараттық қызмет. Жастар, жұмыс істейтін жастар үшін жалға берілетін тұрғын үй. Шаңырақ, неге осы шаңырақ арқылы сіз тұрғын үй кезегінде тұруға арналған ақпараттық қызмет. Барлық мәліметті ала аласыз. Аманат, тұрғын үй куәліктерін алатын азаматтарға арналған ақпараттық қызмет. Жалдау, жалдау қатынастарын автоматтандыру және цифрландыру. Қолдау, тұрғын үй көмегін тағайындау және төлеу жөніндегі ақпараттық қызмет. Егер де сіз арендалық, яғни жалдап тұрсаңыз, онда жекешелендіру дегенді басып, жатқан пәтерді жекешелендіруге электрондық өтінімді беру. Құрылтай, ұйымдардың алқалы органдардың жиналыстарын шақыру және өткізу қызметі. Жер скан деген бар. Спутниковый мониторинг инфраструктурных объектов, яғни орысша жазып қойыпты. Қалқан сақтандыру өнімдері сақтау, кәсіпкерлерді есепке алу, аккредиттеу және мүшелік жарналарды төлеу. Танба, жануарларды есепке алудың ақпараттық жүйесі. Және қосам, үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қаржыландыру. Және де маркет, мұнай өнімдерін сату қызметі. Және аква өсіру субсидиялары бар. Мінекей жоба әзірленуде деп шығып тұрады. Содан кейін сіз порталға кіру, кезекте .kz, жеке тұлға немесе заңды тұлға. Және де предпринимательсіз ба? Жеке тұлға деп егерде сақтасаңыз, онда телефон нөміріңізді теріп, кодты жіберу дейсіз. Және де растайсыз. Құпия сөзді тересіз, кіру дегенді басасыз. Егер де сізде дайын тіркелген болса, онда осылай кіре аласыз. Егер жоқ болса, онда бастапқы бетіне қайтадан өтіп, тіркелу дегенді басасыз. Менде жоқ, онда басынан бастайым. Жеке кабинет деген кірем. Жеке тұлға дегенді таңдадым. Содан кейін, яғни физическое лицо, юридическое лицо или ИП-сы бар адам. Жеке тұлға деп далее дейм. Және де мінекей рұқсат беруіңіз керек. Ол үшін астына өте бересіз. Астыңғы бетінде келісу деген бар. Келісім бересіз. ЕЦП. Мінекей галочка қойдым, келісім бердім. ЕЦП ключпен подписать еттім. Телефонды теріп, емайліңізді жазып өтесіз. Почтаңыз міндетті түрде істеп тұру керек. Содан кейін парольді ауыстырғанда керек болады. Және де өзіңіз ойлап табасыз парольді. Қандай пароль? Астындағы барлық символдардың біреу-екеуі болу керек міндетті түрде. Қайталайсыз парольді. Және тіркелу дегенді басасыз. Болды. Мінекей осылай құттықтау хат келеді. Рахмет.